Сіз қай американдық ешқашан отанына оралмайтынын білесіз бе? Бенджамин Франклин, ол $100 купюрада бейнеленген. Енді неге оралмайтынын айтайын. Бәрі Вашингтонда ақша басып шығару сарайында басталады. Ол жерде жаңа Бенджаминді бар жоғы 11 центке басып шығарады. Әрі қарай қолма-қол ақша салынған бұл поддондар брондалған ұшақтарға тиеліп, әлемдік банктерге таратылады. Бұған айырбас ретінде ақш-қа мұнай, металдар және сіздің еңбегіңіздің түрлі жемістері, жалпы ресурстар келіп жатыр. Бірақ ең бастысы, бұл қағаздар Америкаға қайтып оралмайды. Тіпті американдықтардың басым бөлігі $100 купюралардың түрінде ұмытып қалған. Өйткені бұл ақшалар әлем бойынша орталық банктерінің резервтерінде немесе адамдардың жинаған қаражат ретінде жатыр. Бүгінгі таңда $100 купюралардың 80%-ға жуығы Америкадан тыс жерде орналасқан. Бұл дегеніміз 1,3 триллион долларлық ауадағы сұраныс. ақш үшін бұл өте тиімді мүмкіндік. Осылайша олар өз инфляциясын экспорттайды. Доллар сіздің жастығыңыздың астында жатқанда ақш ішінде сұраныс тудыра алмайды. Сондықтан ондағы бағалар тұрақты болып қала береді. Ал сіздің қолыңыздағы қағаз жыл сайын бірте-бірте өзінің сатып алу қабілетін жоғалта береді.